Алтын сақа ертегісі. Өткен заманда бір бай болыпты. Ол бір перзентке зар болыпты. Зарға жүріп перзентті болыпты. Бай бір күні жылқысын суара көлге келсе, көлдің ішінде бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап кеткен жылқылары көлдегі жүзіп жүрген өкпеден үркіп суға жуымайды. Әлгі жерде бай жылқыларын қанша айдаса да суға жаба алмайды. Сол кезде бай тұрып судағы жүзіп жүрген өкпені құрықпен түртіп көреді. Өкпе суға батып кетіп, әлден уақыттан соң жалмауыз кемпір болып, судан шығады да байдың жағасынан ала кетеді. Бай көзі алақандай болып қорқып кетеді. Бай жалмауыз кемпірге: «Ат басындай алтын берейін, қоя бер». Жалмауыз кемпір жібермейді. «Осы жылқыларымның бәрін берейін, қоя бер». Кемпір көнбейді. Кемпірден сасып: «Енді не берейін?» «Жалғыз балаңды бер, жіберейін». Бай жалғыз баласын бермек болады. Кемпір байды қоя береді. Кемпір байға: «Балаңды қай жерде бересің?» «Ертең көшемін, сонда баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетейін. Сен жұртта сол сақаның жанында отырасың». Сонымен бай жалмауыз кемпірге уәдесін беріп, жылқыларын айдап кетіп қалады. Ертеңіне көшеді. Жалғыз баласын алтын сақасын ұмыттырып жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа қонысқа көшіп барады. Асық ойнайын десе сақасы жоқ, бала алтын сақасын жоқтап жылайды. Менің асығым қайда? Кеше көшіп жүргенде жұртта қалыпты, барып алып келе ғой. Бала бармақшы болады да әкесінен: Әке, қандай тайға мініп барайын? Жылқышыдан сұрап мін. Жылқышы балаға: Құрығынды құлдыратып, жүгеніңді сылдыратып жылқыға бар. Қай тай бетіне қараса, соны мін. Бала құрығын құлдыратып, жүгенін сылдыратып жылқыға келсе, шеттегі бір қотыр тай балаға қарай қалады. Бала сол қотыр тайды ұстайды да жүгендейді. Жүгендегенде тайдың қотыры жазылады. Үстіне тоқым салғанда құнан болады. Үстіне ер салғанда дөнен болады. Айылын тартқанда бесті ат болады. Бала үстіне қарғып мінгенде тұлпар болып, көзі ашып жұмғанша жұртқа жетіп келеді. Жұртқа келсе, алтын сақасы ошақ басындағы тезек түбінде жатыр екен. Сақа жанында бір кемпір отыр екен. Бала кемпірге: Шеше, анау жатқан сақанды алып берші. «Шырағым, бөзің түсіп ал. Кәріліктен отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын». Мен жастықтан түссем, міне алмаймын, мінсем түсе алмаймын. Сонда баланың тайы сақаның жанына жата қалады. Бала үзеңгіден аяғын суырмай сақаны іліп алады. Тай тұра қашады. Жалмауыз кемпір тұра қуады. Бала қашып келеді. Әрі-бері қуып жете алмайтын болған соң кемпір бір тісін жұлып алып, атып жібергенде тайдың бір аяғын жұлып түсіреді. Тай үш аяғымен қашып жеткізбейді. Кемпір тағы бір тісін жұлып лақтырғанда тайдың тағы бір аяғы жұлынып түседі. Тай екі аяғымен шауып бара жатып, жолында бір бәйтерекке кез болады. Тай әлсірейін дейді. Терек жанына бара бергенде бала тайынан секіріп түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді. Жалмауыз кемпір бәйтеректің түбін кешке дейін қазады. Бір кезде бір қызыл түлкі келеді де кемпірге: Шеше, шаршаған екенсің, мен қаза тұрайын, сен ұйықтап демал. Кемпір жатады. Түлкі тісті суға атады да қазған шұқырды қайта бітеп, өзі кетіп қалады. Кемпір тұра келсе, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Кемпір тағы бір тісін суырып алып, кетпен қылып, бәйтеректі қаза береді. Бір уақытта тағы да бір түлкі келіп: Шеше, кетпеніңді маған бере тұр, сен шаршаған шығарсың, мен қазайын. Сонда жалмауыз кемпір: «Сен кетпенімді алып қашып кетесің ғой». Сонда түлкі: Ол қырдың қызыл түлкісі, мен сайдың ақ түлкісімін. Баяғыда бұл баланың әкесі аң аулап жүргенде мені қуып соға жаздаған болатын. Сондықтан бұл балада менің кегім бар. Жалмауыз кемпір түлкінің сөзіне сеніп, тағы да кетпенді түлкіге беріп, өзі ұйқыға кіріседі. Түлкі тағы да кетпенін суға лақтырып жібереді де, шұқырды бітеп, өзі қашып кетеді. Кемпір тұрса, тағы да кетпені де жоқ, түлкі де жоқ. Алда ойбай-ай,
алдаған екен ғой деп тағы да бір тісін суырып кетпен қылып бәйтеректің түбін қаза береді. Сонда кемпір аузын ашса, бірақ тісі қалыпты. Кемпір бәйтеректің түбін қаза-қаза құлатуға жақындайды. Бір заманда баланың төбесінен бір топ қарға өтеді. Бала қарғаға: Ау қарғалар, қанатымен жорғалау, жайлаудағы 5 төбетіме хабар айта кет, мені жалмауыз кемпірден арашалап алсын. Сонда қарғалар қарқ-қарқ етіп ұшып кетеді. Бір мезгілде үйректер төбеден ұшып өтеді. Бала оларға да айтады. Олар да үндемей ұшып кете береді. Бір мезгілде бір қарлығаш бәйтеректің төбесінен әрлі-берлі ұшып жүреді де баланың төбесіне келіп қонады. Бала қарлығашқа жылап тұрып, бұған да тапсырады. Бұрын бала қыстауындағы ұя салған қарлығаштың балапандарына тимей, бұларды жақсылап өсіріп, ұшырып жібереді екен. Сондықтан бала қарлығашпен дос екен. Сонымен қарлығаш баланың төбеттеріне тапсырғанын айтып барады. Осындай пәлен жердегі бәйтеректің басында бала тұр. Бәйтеректің түбін жалмауыз кемпір қазып жақындатқан. Енді құлатуға таяу тұр, дейді қарлығаш баланың төбеттеріне. Мұны естіген соң төбеттер шапқаннан шауып отырып, бәйтерекке келеді. Сол кезде бәйтерек те жерге құлайды. Баланың төбеттері жалмауыз кемпірдің қолын қол, бұтын бұт қылып, жүн-жүнін шығарып, талап тастайды. Бала төбеттеріне кезек-кезек мініп, еліне аман сау жетеді. Бала жалмауыздан аман сау құтылып келгеніне әке-шешесі қатты қуанып, ел жұртын жиып, үлкен той қылады. Бұдан былай неше күндер өткен соң, баяғы жалмауыз кемпірдің қызы құлаған бәйтеректің жанына келеді. Келсе шешесінің жүні шығып, өліп қалғанын көреді. Кім өлтіргенін білу үшін сол жерде қарап жүрсе, иттердің ізі көрінеді. Мұнан соң қыз иттердің ізіне түсіп, келе жатса, көп жылқыға кез болады. Енді ауыл жақын екенін біліп, ол жүріп келе жатады. Иттердің ізі тұп-тура байдың қотанына алып барады. Бұл кезде қотанға баяғы жалмауыз кемпірдің қызының келгенін біліп, 5 төбет жалма жан тұра ұмтылады. Қыз кемпірде емес, өте күшті екен. 5 төбетке бой бермейді. Сол арада бала садақпен атып, қыздың көзін шығарады. Садақпен екінші атқанда қызды өлтіреді. Сөйтіп жалмауыздан мәңгі құтылады.